Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Америка Құрама Штаттары біртіндеп құрдымға кетіп жатыр. Себебі адамдардың IQ төмендеп, ақмақтар саны күннен күнге артып жатты. Ақылды адамдар бала тууды кейінге қалдырып, тіпті қартайған шағында бір ғана балаға разы болып өмір сүруде. Ал ақмақ адамдар қалай асырауды, тәрбиелеуді ойламастан балалар санын көбейте берді. Осылай халықтың көп бөлігінің IQ төмендеп, адам баласы құрдымға кету алдында тұр. Бірақ та Джо деген жігіт бұл жайттар жайлы ештеңе білмейді. Ол архив бөлімінде отырған әскери адам. Оны бір экспериментке қатыстыру үшін бұл жерден шығарып алады. Себебі бұл жігіттің көрсеткіштері не жоғары, не төмен емес. Оның әке-шешесі де, туыстары да жоқ. Сондықтан эксперимент сәтсіз аяқталса да, оны іздегелі жатқан ешкім де жоқ. Ер адамды тапқандармен лайықты әйел кісіні табу оңайға соқпайды. Офицер Коллинс бұл істі Апгрейд деген сутенерға тапсырады. Ол өзінде қызмет жасайтын Рита атты қызды экспериментке қатысуға міндеттейді. Осы іс үшін әскерилер Апгрейдтің істеп жүрген ісіне көз жұма қарауды шешті. Эксперимент барысы оларды қатыруда болмақ, яғни бір жылға қатырып, не боларын білмек болады. Осылайша Джо мен Рита эксперимент алдында бірақ танысады. Рита өзінің жаман істермен айналысатын айтқысы келмей, өзін тек суретшімін деп таныстырады. Ендігі оларды қатырып экспериментті бастап кеткенде жаман жағдайлар орын алады. Коллинсді сутенерлік іске қатысы бар деп түрмеге жауып тастайды. Ал бұл проект өте құпия болғандықтан олар жайлы мүлде ұмытып кетеді. Капсула жатқан жерді бұзып, ол жерге магазин салып тастайды. Ал капсула оларды мусорға апарып төге салады. Осылайша олар ұйқыда жатқанда адамзат біртіндеп құрдымға кете береді. Жылдан жылға адамдар ақмақтанып, қоқыстар да тау-тау болып жинала береді. Осындай бір күні қоқыстардың төгілу әсерінен Джоның капсуласы Фрито деген жігіттің үйіне келіп түседі. Ал Ританың капсуласы қаланың басқа бөлігіне сырғып кетеді. Сәлден кейін Джоның капсуласы ашылады. Ол өзінің қайда екенін түсінбейді. Фритомен сөйлеспек болады, бірақ ол жігіт болмай қалған сериалдан көз алмай отыр. Осылайша ол күтпеген қонақты артынан теуіп қуып шығады. Джо әбден ластанып кеткен көше бойымен келе жатыр. Бұл жердегі адамдардың сөйлеу мәнері де өзгеріп кеткен. Джо олардан көмек сұрап сөйлегенде, оған бәрі прикол ұстап күліп жібереді. Осыдан соң оның көзі медициналық орталыққа түсіп көріну үшін ішіне кіреді. Ресепшндегі қыз оны Лексус деген дәрігердің бөлмесіне жібереді. Джо дәрігердің бөлмесіндегі газетті ашып қарап, 2505 жылда жүргеніне көзі жетеді. Лексус Джоның қолында штрих-кодтың жоғын байқап, полиция қызметкерлерін шақырады. Ал Джо болса бұл жерден тез арада тайып тұрады. Кешкісін ол осы уақыттағы ең үздік киноны көруге келеді. Ол кино бірнеше рет Оскарды алған екен. Ал кинода 90 минут бойы ер адамның артыңғы точкасын көрсетіп, неше түрлі дыбыстар шығарады екен. Кинодан шыққасын көше бойымен не істерін білмей жүріп келеді. Бір кезде ол ашық тұрған Ританың капсуласын байқап қалады. Оны енді іздегелі жатқанда, Джоны полиция қызметкерлері ұстап алады. Ертесіне оны сот отырысына алып келеді. Оның қалтасында көк тиыны болмағандықтан, оған мемлекеттік адвокат бөліп береді. Ол жігіт Фрито болып шығады, бірақ та ол Джоны қорғайын деп тұрған жоқ. Ол басқалармен бірге оның сөзіне күліп, әбден мазақтайды. Пожалуйста, послушайте. Пожалуйста, послушайте. Осылайша жігітті соттап түрмеге аттандырады. Түрмеге бара жолда оның қолына штрих-код енгізбекші болады. Атын енгізетін бұл құрылғы да адамдар секілді ақмақ болып шығады. Осылай Джо деп жазудың орнына оның аты жөнін сенімді емеспін деп жазып береді. Ары қарай IQ-ін тексеру үшін тесттен өткізеді. Ол тест кішкентай балалардың өзіне де қиын емес еді. Осылай тесттен өтіп болғасын түрмеге қарай жібереді. Ол жалпы бұл жердегі адамдардың ақмақ екеніне көзі жеткендіктен қызметкерге келіп, мені бүгін босату керек деп тайып тұрады. Джо түрмеден қашып кеткен соң қайтадан 2005 жылға қайтпақ болады. Бұл жерде міндетті түрде уақыт машинасы болу керек деп ойлайды. Себебі 2005 жылдың өзінде ондай жобалар бой көтеріп жатқан еді. Осылай ол кідірместен Фритоның үйіне келеді. Басында Фрита оны тыңдағысы да келмейді. Бірақ Джо оған, егер сен маған уақыт машинасын тауып беретін болсаң, мен өз уақытыма қайтып, сенің атынан банк шотын ашып қоямын дейді. Солай процент арқылы көтеріліп, сен өте бай боласың дейді. Ақшаны естіп құныққан Фрито онымен келіседі. Бірақ та олар алдымен Ританы тауып алулары керек. Екеуі іздеуге шығып, Фритоның машинасымен жолға тартады. Рита болса бұл жерде хит болып жүр. Бұл жақтағы жігіттердің ойы ақша және де қызбен болу ғана. Рита оған қырындап жүрген жігіттен күнделікті ақша алып, ертең бірге боламыз деп алдап жүреді. Осылай екеуі Ританы тауып алып, оны өздерімен бірге алып кетеді. Жарты жолда олардың машинасының
машинасының заряды бітіп, енді жаяу жүрмекші болады. Осылай жалғыз тұрған үлкен сауда дүкенге қарай жол тартады. Оның ішінде не керектің барлығы бар екен, тіпті уақыт машинасы да. Рита өз істерімен туалетке қарай кетеді, ал осы уақытта Джоны полиция қызметкерлері ұстап алады. Бірақ та бұл жолы оны түрмеге емес, Ақордаға алып барады. Бұл жерде оны ақымақ министрлер күтіп алады. Сөйтсе, Джо әлемдегі ең ақылды адам екен. Осы кезге дейін ол секілді тестті ешкімде тапсыра алмаған. Сәлден соң бұл жерге Камачо атты Американың қара нәсілді президенті келеді. Джоны әбден мақтап, әлемдегі ең ақылды адам деп, оны министр етіп сайлайды. Президент сенат отырысында олардың барлық проблемаларын жаңа министр шешіп береді дейді. Сенімдемеске тапсырылатын бірінші жұмыс ол өсімдіктерді өсіру болады. Бірақ та бұл проблеманы қалай шешу керектігін түсініп тұрған ол жоқ. Сондықтан ол өзіне Фритоны шақырып алады да, қалай уақыт машинасына бару керектігін сұрайды. Фрито оған барынша түсіндіргісі келгенімен, ештеңені де түсіндіре алмайды. Сондықтан оған карта сызып бермекші болады. Алқапқа келіп, жалпы не болып жатқанын қарамақшы болады. Ол өзінің қызметкерлеріне Ританы тауып келуді сұрайды. Рита екеуі бұл жерден кетіп, уақыт машинасына бармақ болғанында Фрито салып берген картаны қарайды. Осылай амал жоқ, енді проблеманы шешуге тырысып көреді. Алқапты қараса, ол жерде суды емес, газдалған сусынды шашып жатыр екен. Олар бұл бранда деген сусынды барлық жағдайда да судың орнына қолданады екен. Министр жиналысында Джо басқаларға алқапқа сусынды емес, таза суды себу керек дейді. Бірақ та олар таза суды тек қана туалетте ғана қолданады екен. Сөйтіп Джо басқа амал тауып, оларға мен өсімдіктердің тілін түсінемін деп, алқапқа барып, су ма әлде сусын ба деп сұрайды. Басқа министрлерге өсімдіктер суды сұрап жатыр дегенде ғана олар сене кетеді. Енді барлығы дұрысталып, өсімдіктер өседі деп ойлап отырғанда, Бранда компаниясының акциясы түсіп кетеді. Ол жердегі біршама қызметкерлер жұмыстарынан айырылып, Ақордаға митингке шығады. Министрлер бұл жағдайдың бәріне кінәлі сенімді емес деп оны айыптайды. Осылайша ол қайта сот залына барады. Үкім шығарып, оны жұрттың көзінше шоу жасап өлтіруді бұйырады. Түрмеде Джоға Рита келеді. Джо Ритаға сені де ұстамай тұрғанда, ертерек уақыт машинасын тауып кетіп қал дейді. Джоның тағы да қашып кетпесі үшін оның аяғына шынжыр арқылы үлкен тасты байлап қояды. Осы таспен бірге сынғалы тұрған машинаға отырғызып, танктермен соғысуға жібереді. Бұның барлығын шоу етіп, барлығы қарап отыр. Тіпті президент те. Бұл уақытта Рита киімдерін жинап кетпекші болады. Терезе алдына келіп, сыртқа қарағанында бір гүлдің өсіп тұрғанын байқайды. Осылай оны Фритоға айтып, стадионға қарай жол тартады. Жолда олар алқаптың да шығып келе жатқанын байқайды. Стадионға келгенде Рита президентке барып алқаптың өскенін айтады. Бірақ та оған сенгелі тұрған ол жоқ. Сондықтан Рита операторға ақша беріп, Фритомен бірге алқапқа жібереді. Ал өзі болса, бейнебақылау жүргізетін жерге келіп, түсірілімді көрсетпекші болады. Джоны енді өлтіргелі жатқанда, Фрито үлгеріп алқапты көрсетеді. Осылайша президент ортаға шығып, министр біздің проблемамызды шешті деп сот шешімін тоқтатады. Осыдан кейін Ақордада үлкен кеш өткізеді. Ал Джо болса, Фрито айтқан уақыт машинасының жай ғана аттракцион екенін біледі. Когда Чарли Чаплин со своим нацистским режимом завоевал Европу и пытался захватить весь мир. Осылайша, амалы жоқ Джо мен Рита осында қалмақ болып шешеді. Уақыт өте Джо президент болып сайланады. Ол адамдардың ақылды болу үшін қолынан келгеннің барлығын жасайтынын айтып уәде береді. Осылай Рита екеуі үйленіп, олардың 3 баласы пайда болады. Ал Фританың 8 әйелден 32 баласы болады. Осымен киноның соңы. Осындай тупой киноларға шолу жасағаным дұрыс па? Өз ойыңды комментарийға жазуды ұмытпа.